Бүгінде түрлі керағар діни ағымдар жастарды өз ықпалына тартуға тырысады. Бірақ олардың мақсаты қандай? Керағар ағымдардың негізгі белгілері: ұлттық салт дәстүрді жоққа шығару, қоғамға қарсы үгіт насихат жүргізу, топ басшысына сөзсіз бағынуды талап ету, отбасыңнан, достарыңнан ажырату, материалдық және психологиялық қысым жасау. Жалпы дәстүрлі дінді ұстанбағаннан кейін қоғам өзінің әртүрлі іс-әрекет көзқарастарымен қауіпті ұйымдар қолданыста керағар діни ағымдар, радикалды ұйым ағымдар, арампиғылды ағымдар деп атауға болады. Олардың қоғамға қауіптілігі неде? Жалпы дәстүрлі діннің тағылымында бұл дәстүрлі дін әр ұлттың салт дәстүрімен сабақтасып, халықтың рухани өмірінен орын тапқан. Ал керағар діни ағымдар нені үгіттейді? Олардың ойлағандары, арампиғылды ойлары қандай? Қазақтың салт дәстүрінен бастап, бұл салт дәстүр пайғамбарымыздың кезінде болмаған, дінге жат, бидғат амал деп, мұсылман мен кәпірдің айырмасы намаз оқымаған адамдар кәпір деп, жалпы мына салт дәстүр жұмаққа апаратын жол емес, бет сипауға болмайды, бата беруге болмайды, домбыра тарту шірік, басқа дін өкілдері олар кәпірлер, олармен араласуға болмайды, олардың тамақтарын жеуге болмайды, оларды Алла үшін жек көруіміз керек сынды өзінді адасып, өзгенді адастырып, әртүрлі радикалды көзқарасқа бейім болып, қоғамға осындай көзқарастарымен бүлік салуы әбден мүмкін. Бұл қауіпті жолдан қалай сақтануға болады? Діни білімді ресми орындардан алу, күмәнді топтардан аулақ болу, жақындарыңмен байланыста болу, кез келген күмәнді әрекеттерді мамандарға хабарлау. Сақ, сергек бол, рухани өмірімізбен сабақтас дәстүрлі дінімізге сақ болайық.